Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай, не істеп жатсыздар? Не жаңа бүгінгі демалыс күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Біздің демалыс күніміз күшті өтіп жатыр, Аллаға шүкір. Суыртыра шай тамағымызды ішіп алып, қазір мына жақта үлкен тойдың списогін жазып қойдық. Үлкен тойдың списогі дайын. Алла бұйырса, енді бәріңізге шақырту билеттеріңізді жіберетін боламыз. Сондықтан хабардар болыңыздар, шақырған адамдар теріп қана шақырып жатырмыз. Так что обязательно келіңіздер. Алла бұйырса, тойда көріскенше. Сосын тойды сұрап жатқан адамдарға, қосайықта бола ма, өмірде бола ма, қашан болады деп жатқан адамдарға екеуі де болады. Алла бұйырса, қосайықтағы тойдан кейін араға көп күн салмай, бір 2-3 күн салғаннан кейін мүмкін, или болмаса сразу ертесі күні көреміз енді. Бұйырғаны күнін айтамыз. Сол күні той үлкен тойда болады. Екі жақтың арасын суытпай, және беташар қашан деп сұрап жатқан адамдарға бізде үлкен тойда ашылады бет. Кейбір жерлерде сразу алып қашып келгеннен кейін беташар жасайды екен. Жоқ, бізде ондай емес. Бізде үлкен той кезінде беташар жасалады. Қосайықта болады, үлкен тойда болады деген сияқты ғой. Сондықтан Алла бұйырса күтіңіздер. Солай. Қайырлы кеш болсын бәріңізге. Бүгін бізді әйелім екеумізді қонаққа шақырған болатын. Ағаларымыз қандай шай дейді? Енді келін шайға шақыра ма? От шай ма? От шай ма? Короче, бірдеңе деген шай. Білсеңіздер жаза кетіңіздер. Жас семьяларды сөйтіп шақырады екен ғой. Сондай шақырған болатын. Сондықтан біз қонаққа кетіп бара жатырмыз. Мына жақта жанымның киімі шоным. Келем, жоқ, мама көрейшісінде. Қандай клип атқандай? Қосқаңыз күшті болып тұр екен. Мынандай бір необычно болып тұр екен. В общем, біз кездесуге келтірсіздер, білесіздер. Мен досым Елдар арбитражбен айналысады, криптомен айналысады, монета сатып алады, адамдарды үйретеді, обучениемен айналысады. В общем, біраз нәрсемен айналысып қойды енді сөздің ашығы, міне отыр ғой. И енді мына жерде Заринамен бүгін кездесу болғандықтан кейін тартты ала салдым, потому что Зарина да енді кішкене парфюм сатады, в общем, сатумен айналысады ғой енді. Поэтому енді ойладым, екеуі бір танысып көрсе қалай болады екен, может жұмыс шығам екен деп ойладым. Енді қызықтап, просто как хобби ретінде. Поэтому қалай жалпы Елдармен танысып жатсыз? Қалай, жақсы шығып берген негізі? Иә, жұмыстарын көрсетіп жатыр. Кәдімгідей қызығушылық болып жатыр. Алдында негізі сұраған едім ғой. Енді қалай болады деген сияқты. Сонымен вообще күшті болатын сияқты бір. Сіз не дейсіз? Зарина қалай екен? Қандай адам екен өмірде? Күшті танысып жатыр. Андай эфирға қарағанда өмірде әдемірек екен или эфирдан екен? Екеуінде де. Бұл жібереді әңгімені. Неге ұзақ болып кеттіңіздер? Болып қалдық біз уже. Не істедіңіздер сонда? Binanceға регистрацияны өтіп, жиырма сделкадан өтіп, енді ары қарай жұмыс бастаймыз. Әдемі. Онда бүйтейік, тура осы составпен сестренкаңды бәрін алып, онда барып бір жаққа шығып кетейік жолға. Түркістанға ма барып, киелі жерлерін көріп, қалайға ойлайсыңдар жалпы? Деп қоясыңдар, не істейміз? Ол қалай болады екен? Ол былай болады, қазір көрсем екен.